Так, мына Макстың номері қандай? 873 так. Ая 223 69 80. Бәсе. Қой звондай берейін. Так, мына жақта киініп алдым. Кеткен машинамның жөндеуге кеше есігін істеп, есігі жабылмады, новый есік ауыстыру керек әйтпесе быт болып кетті. Қой, мен кеттім онда. Макс жөндеп болған шығар. Макс, рахмет. Макс қайда? Ақшасын алмай ме? Ақшасын алмай кетті ғой. Есігін ашық қалып кеткен ба, Макс? Е-мая. Мен бір ойға келдім. Жұмысқа барайын. Бүгін демалыс емес па? Так, бүгін демалыс. Мен осы жаққа көшпейтін болдым ше, заттарды тасу керек мұны яқашы. Бекер отырып қойдым осы әлі. Заттарды тасып үйден ауылға көшу керек енді. Кетіп заттардың бәрін тасып ал. Оппа! Салдық заттардың бәрі зорға толып қалды ғой. Арт есік. Сондан бәріне салып шықтық. Даже капоттың ішіне бір-екі шөйін сақ қойдым. Ал қой енді. Баздық, кеттік. Мен бастықтан бүгін сұранып қойғанмын. Бүгін заты негізі мен азанда барып қайтуым керек еді негізі да. Бірақ сондықтан мен қайтып кеттім ол жақтан менше. Негізі жақсы болды ол негізі қайтып кеткен негізі. Енді бүгін мен ауылға көшем, қаладан қош. Ол ауыл дейсің ғой. Так, қой, бензин қой. Бензинді кім жей береді? Машина жей береді ше, басқа машина алу керек еді бір. Ал ғой, бензинді құйыпты ғой. Бүйтіп кете берейік онда. Газой деп. Мен жұмысым әні тұр. Туа-туарға шығып кеттім о. Жұмысым мен коллектив манияқта отыр екен ғой, бірақ скамейкада ұйықтап отыр ғой. Қой, мен нақта үйім табуым керек. Үйім қаяқта еді мен. Бұрынғы ауылды сағынып кетті ғой. Қой, сайын машина демей. Бұрынғы мен достарым қайда біз. Қанша жасты кезде, 17 жаста ма қаншада кездестік біз. Ол топ тұр ғана үйші. Бұрыннан бері бар ғана үй. Әлі тұр. Үйші әлі қызыл түс ғой. Үйдегілер қасып мен көгенде шоқ жетіндер. Ойбай. Қасқа осы машинаны айямасаң біттің осы. Осындайларға кірамай, шығамай жүресің. Негізі дұрыс. Қысылысып кетті қой, заты сүйіп кеткенске ғой. Так, мұрным ағып қапты менің. Қалжы бұл олд нәрселердің бірі ғой. Мұна үйге кіріп шығанша үйдегілерге барып, сөйтіп, метіп дегендей. Болды. Машинамды жақсы бояп қойдым ғой мен. Так. Бұл басқа машина нормально. Осы машинаны сату керек етші. Телефондан қарайшы, ойлештен не бар екен. Болды, келісіп қойдық деген. Болдық. Мына машинаны ертең бас сататын жарым деген ойдамын. Так, бүгінші мен. Бүгін мына машинаны не істеуім керек. Осы жақта тұра берсін ше. Бүгін қас. Мопедпен ба бір жаққа барып келейінші. Машинаны жуп-жуп новый болып тұрсын. Мопедпен анау өзімнің бір аэропортқа басқа жұмысқа тұрайын деген сонымен сөйлесу керек ше. Тұрам ба, тұрмайын ба білмеймін енді ше, көру керек енді. Көршілерден сұрап жүргенше ауылда да ғана мопед бар екен ғой. Маяқтан шығып кетеміз ба. Оданша мынау жүгіріп барайық. Қандай не жүгір. Жаман қат жүреді осы мопед ше. Ұнайды осы мопед маған. Бұрынғы кездегі мопед әлі тұр ғой. Олд қой бұл.
катты эскирип калган эмес. Бул жакта енді біз ауылға кандай ауыл өзі? Қой кеттім жайлап. Әлі жүріп келатырмын. Аэропорт деген алыста екен. Ауылдан нормально алыс екен енді. Бәрібір ауылға көп жұмыс қой. Бірақ менің ауылға пойыз жұмысым өте керемет. Мен осы жақта бір военный болып тұрам ба деп жатырмын. Военный болып тұру керек қой осы жақта. Осы жақта бір не бар да, мына зданияны көріп тұрсыңдар ма? Ол военный база екен. Прикинь, аэропорт деп жүрсем, ана жағы аэропорт, мына жағы не болып тұр ғой. Так енді сөйлесіп қайту керек енді. Мына жақта машина сатып тұрған еді ғой. Не болды? Алдым бір ретте ана осы жақта машина сатып алдым ғой. Қасқа кіретін жер ана жақта, шығатын жер мына жақта екен ғой қасқа. Мына жаққа бару керек енді. Ойбай, ойбай. Қой енді үйге қайттық. Енді үйге қайттық ал. Кеттік бамбарибам, бамбарибам. Ойбай. Бамбарибам, бамбарибам. Ауылға да жетіп қалдық өзі. Түнде келдім, еще жауырып келетін, дірілдеп, мірілдеп. Не қоя салайын мотоны. Ой, ол төшейін. Қой үйге қалып дем алмайын ба? Ауылда тапшан жаюды ұмытып кеттім ғой.